барлығын киініп келіңдер әдемі и бір монолог дайындап келіңдер дейді. Вдруг егер жеңсеңдер сахнада оқисыңдар дейді. Содан кейін мен жаңағы неге берген шуткамды кішкене неттім да, одан сайын толықтырып, әдемілеп, уже уақыт бар ғой, мен асығыс түсе салдым, еще соңғы күнінде жазып сала салған видеом болатын. И мен соны дайындап бардым, отырдым, әдемі болып киініп алғам, және мынадай бір қызық оқиға болған. Ол жерде ең басты бірінші орын алған адамға 1 миллион теңге берілетін. Ал мен үшін 1 миллион теңге 2018 жылы ол өте үлкен ақша. Қазір де жаман емес. Қазір де жаман емес, бірақ білесіз бе, ломбардта заты тұрған, ноутбугі тұрған, кредиті бар қыз үшін, тем более мен сол күні Каспиретпен соңғы неге бір 30 мың теңгеге ма двойка алам. Еще мен күйеуім ол кезде жігітім ғой, Дидардың Каспиретін алам, сосын Дидар айтады, мен мынаны түгелін қалай төлеймін енді дейді, оның өзінің жұмысын бүкіл ақшасын алып алған. Мен айтам, если жолым болып кетсе, ақша ұтып кетсем, бірінші орын алып кетсем, мен онда осының бәрін жабам, екінші қайта мына картасымен қосып жабам, жоламаймыз ештеңеге, бәрін мен саған берем ақшамды дейді. Егер жолым болмаса, енді кетті онда деймін, осы 2 двойкамен кеттім, рахмет. Ты қазақша айтқанда, сен жақсы жігіт болдың осы моментте, әйтеуір соңғы немде деп сөйтіп кеттім. Ең болмағанда көз алдымда сондай жігіт ретінде қалдың, соншалықты нетпей деп кеттім. Сол жерде отырдым, жаттап барғам, бірақ қорқып отырмын, қобалжып отырмын. Ендеше онда үздік 3-тікті анықтайық деп кәдімгі үлкен LED экраннан көрсетті. И сол LED экранда жаңағы 2 жігіт профессионалдардан. Бірінші жігіт кетеді, екіншісі Азиз Бекимов деген профессиональный, ол кісі қазақша орысшада выступать етіп жүр ғой, сол кісі кетеді. Енді ол менің алдымдағы қазіргі таңда енді ол кісі қатты нетіп шығып жүрген жоқ, бірақ сол кезде стендаптарға шығып жүрген. И новичоктардан 3-ші мен кетем, жалғыз қыз болып, 2 ұлдың қасында. Мен вообще өртен кетем өзімді 3-тіктен көргенде. Мен бекер көрмеуім керек еді деп ойладым. Егер көрсем, мен одан сайын уайымдап кетем ғой енді. Ал енді ана екеуінің қасында өтем ба деген сияқты. Әзілдерімізді қосады. Енді блогер, вайнерлер, ол кісілерді көріп жүрген адамдар қатты күледі ана жерде. Мен өртеніп кетем, өйткені маған қатты күлмейді. Мен танымайды ғой, өйткені ноунейм. Ана кісілерді где-то көрген. Содан кейін уайымдап отырам, сосын сахнаға жариялауға шығады. Сол кезде конверт алады да. Осындай стендап жанры бойынша 1 миллион теңге бас тұтысты жеңіп алады деп өзі өртеніп отыр, содан сайын өртеп. Жігіттер ренжімеңдер, жансая деген кезде ё-моё, бүкіл эмоциям ағып кетті менің, бар ғой, не істерімді білмей қалдым ғой. Жігіттер ренжімеңдер деген кезде уже сразу түсіндім, миыма сразу атып тұрып жүгіріп сахнаға уайымдап 1 миллионның қолын дір-дір етіп, ана жерде монологым мүлдем әріпі де жоқ, бар ғой, ана сахнаға, өйткені қаншама танымал адамдар отыр, әншілер отыр, аналарға қарап өртен кеттім. Мен оны именно ортаға отырғызып қойғанда бәрі маған бүйтіп қарап отыр да. 1 миллион қарызымды жігітіме бердім, жап, ломбарды құрсын, кредиті құрсын деп. Үстіме ең қымбат 40 мыңдық куртка, ең қымбат па ол еше? Мен үшін ең қымбат 40 мыңдық өмірімде куртканы өз-өзіме рұқсат бердім алуға. Зато қарыз емес. Сосын біз өзіміз, жаңағы мен Дидар күйеуім, тағы да достары бар, барлығымыз өзіміз қазақша стендап түсіріп бастайық, өзіміз бір жерді арендаға алайық, өзіміз жазайық, түсіріп көрейік, бірінші несін ютубқа салып жүреміз дедік. Солай бірінші концертімізді түсіріп, солай салдық. Ну и техничка бар ғой, мысалы, жақсы материалдың шығу үшін, плотный, сочный материал үшін. Шамамен кем дегенде бір 10 рет тексеріп шығу керексің. Сосын барып соның бәрін сығындысын, бәрін бір жерге тығып, барып сен кәдімгідей конфетка жасайсың да. Біз көріп жатқан тек қана ойлайсың да, оңай ғой мынаның әңгімесі деп. Бірақ ол қаншама рет сен тексердің, қаншама рет сен орындарын ауыстырдың, сіздің тайминг деген мәселе бар. Пауза. Стап қалу. Ол театральность. Конечно. Сосын драматургиясы бар, Әрине. Мысалы, мен есіме түсті енді колеса туралы. Күйім колесада отырады, постоянно отырады. Егер бірдеме алса ол сайттан, ол негізі не ғой? Прям жиза, и ты себя вспоминаешь сразу. Былай енді жігіттермен бана айтып жатсыз, жігіттер де шығады, өзіңіз де шығасыз. Айырмашылық білесіз, мысалы, бана ТНТ бар, женский бөліп тастаған олар. Негізінде ол спорт емес қой дегенім да. Әрине. Бұлшық көрсететіндей. Қыздар кем емес точно. Әзіл жағынан, әрине. Қазір статистика бойынша, Ресейдегі бана ТНТ женский стендап Жабраилов, кажется, деген. Сол статистика бойынша жігіттердікінен көп қаралым жинады. Америкада білмеймін,
Америкада қалыспайды енді, өздерінің жұлдыздары бар. Қалай айырмашылық бар ма? Жігіттердің әзілі мен қыз балалардың әзілі. Бір арнайы женский стендап керек пе негізі? Негізі керек. Жігіттер мысалы қыздар туралы айтады да. Неге қыздар сондай, неге қыздар мындай, өткенде бір қызбен таныстым, бүйтті. Неге қыздар сендер сөйтіп қаласыңдар, неге бүйтіп қаласыңдар деп. Жігітке де біреу айту керек шығар, жігіттер туралы. Мысалы, мен қазір отбасы туралы айтам. Мен бірақ баяғыда бір жігітпен жүрген кезде деп айтпайсың ғой, мысалы, ешкімге қызық емес қой. Және қазіргі свежий взгляд емес, менікі қазіргі таңдағы отношение басқа. Сол қазір жігітпен жүріп жүрген, жігітті тастап кеткен дейтін бойдақ қыздар болатын болса, үлкен тақырып та ол ше. Ол жақта конкуренция жоқ. Жігіттер туралы айтатын қыз керек бізге, қыздар. Мен мысалы күйеулер туралы айтып жатырмын ғой, менде қыз келіншектердің бәрі, мә Жиза күшті айтасың, менің де күйеуім сондай, менің де күйеуім трикосын тастамайды, менің де күйеуім андай мындай, бәрі айтады. Значит, ана қызды да қолдайтын аудитория табылады да. Тем более мысалы мен өзім ондай нәрсені алып алып бір ешкім жоқ қой, бәр жерде барлық фронтты қамтамасыз етіп жүрейін деген маған келіспейді. Сол себепті сондай қыздарды күтеміз, ол ешқандай айырмашылық жоқ ол жерде. Қыздардікі онша емес, әлсіз бірдеңе, керісінше қазір қыздарды қолдайтын адамдар көп. Белгілі тұлғалар арасында, мысалы әншілер арасында, жаңа коучтар арасында көп адамдар келіп жатады бізге, психологтар барлығы, и сопереживать етіп отырады кәдімгідей, әр историясының барлығына ше. Жаңағыдай ұлдардікі, және байқасаңыздар андай ғой, жеңіл бүйтіп айтып кете салады бір нәрсені. Анадан мынаған секіре салады. Менің стендаптарымда мен бір нәрсенің басын бастаймын ба, аяғына дейін линиямен алып келемін. Иә, сонымен алып келемін. Ал ұлдар өткенде бір бабканы көрдім деп анам байластады. Сосын өткенде бір машинаға отырдым деп байланыспайды. Но ол енді сонысымен де олар енді күлкілі. Иә. Бірақ былай қарасаңыздар, қыздардың ерекшелігі осындай бір историяны алып келу да соңына дейін әдемі қылып. Сол әлдеқайда қазір халыққа түсініктірек, халықтың сұранысы соған болып жатыр. Қазір біздің ұлдардың арасында да айтады, кішкене дұрыс историямен алып келейік. Тупа анадан мынадан шығып жатырмыз ғой, оңнан солдан кіріп быт-шыт болып жатырмыз деп өздері де кішкене сол бағытқа кетіп жатыр. Мен оған баяғыда келіп қойғам. Сөйтіп отырсаң. Сонда әйел адамдар стендаптағы сонда әлеуметтік бір құбылыстарды, мүмкін теңсіздіктер, мүмкін бір болады ғой, несправедливость дейді ғой, әділсіздіктерді көріп сол туралы көбірек айта алады, иә, сонда? Айта алады. Ол жерде андай ғой, еркін ой алаңы ғой, стендап кез келген неде, мысалы, ойыңды тыңдайды. Сенің ойыңмен келіспеуге де құқысы бар, сен де олармен келіспейсің, бірақ ол жерде әркім өзінің көзқарасын айтады, бірақ көбіне көзқарасы ұштасып жатады. Мен мысалы, отбасылық тақырыптарда неге, мысалы, осылай істей салуға болмайды. Мысалы, депрессияда отырмыз, послеродовая депрессия, неге соны түсіне салуға болмайды. Мен қалай да болсын, бұл жай бір өзімнің күйеуім осыған қарап өзгеріс, мен күйеуім менің стендаптарымды көрмеуі де мүмкін, мысалы. Ол бірақ міндетті түрде көреді ғой, мен оған мен концертке шықпай тұрып, мен өзім монологымды оқимын, сосын ол менің подачаммен жұмыс жасайды. Мына жерде сен кішкене пауза ұстауың керек, мына жерде күтесің, мына жерде бүйтесің, мына жерде сұрақты былай әкеп қой деп. Ол менің бірінші көрерменім. Жазып келемді, кәдімгі редактура жасайды ол маған, редакторым болып отырады. Содан кейін енді ол белгілі, артынан ютубқа шыққаннан кейін комментарийдің барлығын қарайды, менен көп қарайды ол. Маған деген ықыластың қандай екенін, мені хейт етіп жатырмын, басқа ма деген сияқты. Сол кездерде мысалы мен күйеуім көрсін деген мақсатта емес, просто халыққа жеткізгім келеді, бір кішкене түсінік қалыптасқанын, әйелдерге де кішкене дұрыс қарауын. Ол жерде бүйтіп айтады да кейбір жерлерде, жаңағы ой, орыстардан көргенін жасап жатыр, жігіттерге бергенде осы қыз не істеп жүр деген сияқты. Мен бәрібір қайтпаймын. Бәрібір шыға беремін да, не істеймін мен? Сол бір сөз бір адамның бір сөзіне болады деген сияқты. Олар бірнеше адам жазады да, бірақ сонда лайық көрмей тұр ғой ондай нәрсеге мысалы. Ол стендапта лайық көрмеу бір бөлек, тұрмыста мүлдем лайық көрмейтін тұстары бар да кейбір адамдардың. Мысалы, ол бүйтпеу керек, әйел сөйтпеу керек, әйел үйде отыру керек, бүйтпеу керек. Менің күйеуім де оны негізі қолдамайды ондай нәрсені. Ол керісінше мені шығарып отыр ғой мысалы. Ол айтады, керісінше осы тақырыптарда айт сен. Біреуге жетсін, біреу болмаса біреу әйеліне дұрыс қарай бастасын деген сияқты. Сондай тақырыптарды біз алып келуге тырысамыз. Адамдар кішкене өзіне, мен өзім енді осы уақытқа дейін баяғыда кішкентегімде арман болатын, әкемнің есімін шығару деген. Жансая Мұратбек қызы деп бір жерде аталсам екен деп. Аллаға шүкір, қазір енді жеткілікті түрде аталып жатырмын деп ойлаймын. Ендігі мақсат менікі тағы да сол бір бүйтіп даңдайсып емес, ақша келмейтін жерде мен не үшін істеймін? Мысалы, былай қарасаң қазіргі ақша құрал ғой, бәр нәрсеге керек деп кейбір
біреу ақша үшін шығады, осылар бүйтеді сөйтеді, әйтеуір оңай жерден ақша жасап алады деп. Менің сөзіме сеніңіздер, ол жерде вообще ақша жоқ дәл қазір, шынымен. Иә, бірақ сонда да ең болмағанда бір пайдамыз тисінші, бір сөзіміздің біреуге әсері болса екен деген ғана миссия бар. Иә, сондай бір мақсат бар, сондай миссия. Иә, сонда жолдасыңыз, досыңыз, досым қолдап тұр ғой. Number one fan. Иә, Number one fan. My best friend. Manager. Best friend forever дейтін BFF. Жоқ, қарсы болған жоқ, сонда сізді қолдап өзі шық деп кәдімгідей артыңыздан себеп тұр ғой. Иә, ең біріншісінде ол кісі кішкене қорқақтады, қалай болар екен деген сияқты. Енді ол әрине менің немді ойлап тұр ғой. Мен бәрібір жылап қалам, мысалы ол тез сынып қалуы мүмкін, бірінші шыққан кезде енді андай жүрегің ауырып кетпесінші деп ойлаған шығар, бірақ мен жоқ, жарайды, шыға берем деп бастадым. Мүмкін көрдіңіздер, көрмедіңіздер, менің нем бар, бір выступлением бар. Мен өзімнің қазіргі таңдағы кішкентай қызымызды 1,5 жылдай күттік. Сол кезде мен стендапқа шығып жүрген кезде маған дайректіме іздеп тұрып жазады адамдар. Еще сол выступлениенің астына жазып кетеді. Секеңдей бермей, шошаңдай бермей, бала тапсыршы дейтін. Өстіп жазады маған. Және көбіне ер адамдар жазады оны почему-то. Содан кейін мен жарайды, бір ниетті, екі ниетті, сосын уже дайректіме басып, сен танымал адам болған кезде, ол тіпті әдейі жазады да, типа іздеп, мін тағып, сынап, әйтпейтіп. Сол кезде мен жатып алып жылай беретінмін. Неге мен типа осындай жақсы жағымды көрмей, мысалы, ол тіпті кемшілікте емес қой, ол просто дәл қазір сондай ситуация болып тұр, бірақ сол ситуацияны пайдаланып, саған сондай тиісу керек деп жылайтын. Сосын Дидар айтатын, Жансая, жыламашы, мән бермеші, ондайға бірдеңе мен тесім қалам, ортада бір жаңағы аяқ ауыр болыпты, бірдеңе дейма, мен уже сразу тұрып кетемін. Ондай еркектер не ғой, өзіне сенімі жоқ, әлсіз еркектер қорқады ғой. Иә, әрине отырып алып батыл қыздар эмансипация. Өзін ойната алатын, және мысалы жігіттерге мысалы қателік сөйлесе бетіне айтып тастайтын. Сенікі қате деп. Сондай қыздардан қорқады да, еркін ойлай білетін. Сондықтан да мен түсініп тұрған жоқпын, оларды біліп тұрмын логикасы қандай екен. Вот соны дұрыс айтасыз. Иә, сол кездерде мен кәдімгідей қайғырып сөйтіп жүрдім да, сосын ойладым, мен мынаның жауабын беруім керекпін деп. Өйткені енді осындай тақырыптарда мысалы кім ой Жомарттың келіншегі босаныпты десе деп ақырын кетіп қалатын, бүйтіп қашып барлығынан ше. Ол өйткені маған келмесін ана сұрақ айналып келіп, "Чатам сенде ше не жаңалық бар ма?" деген сияқты. Уже туыстардың тарапынан сәл-пәл болады да, одан кейін оқырмандар почему-то мынадай жағы да жаман, осы ортада айта кететін, андай кейбір адамдар енді сендер менің барымсыңдар, жақынымсыңдар, мен сендермен жаңалығыммен бөлісейін деп жатырмын деп тіпті қатты жақындатқаннан деп ойлаймын. Өйткені жаңағы личностьқа өтіп кететін, субординацияны сақтамайтын тұстары осы жерде кішкене ыңғайсыз да. Мәселе ол маған айтылған, маған ұнамады емес. Мен қабылдадым, мен оны айттым, бірақ оны сондай жағдайдағы көптеген қыз-келіншектер бар да. Ол кісілер ол мен сияқты емес қой, мысалы айта салмайды. Ол кісілер одан сайын жаны ауруы мүмкін, одан сайын нетуі мүмкін, уайымдауы мүмкін. Сол себепті ондай нәрсенің субординацияның сақталмағандығы жаман деп жатырмын да. А так сол ситуацияны мен қалай жеңем деп ойладым, сахнаға алып шығамын мен монолог дедім. Мен айтам деп. Мен үшін андай енді былай айтса табу болатын да, енді бір мүлдем айтылмау керек, неге айтам. Және де андай ғой, бізде болды үйленгеннен кейін 2 айдан кейін көтермесең уже все деген сияқты. Мысалы андай бір түрлі да, енді қарым-қатынас. Сол қой құрсын айтпай қояйын деп сөйтіп жүргем. Ондай нәрселерді деп. Мен неге өзімнің немді қазіргі таңдағы бұл ең основной проблемамды халыққа айтуым керекпін. Мен одан сайын мынандай болып қаламын деп бүйтетім да. Анаған ерегестім мен. Сахнаға алып шығам мен, неге мен бұл үшін жылауым керекпін дедім да. Осылай дайректте маған бір жігіт комментарийға жазыпты, потом дайректке жазыпты, секеңдеп сөйтіп выступлениеге шығып жүре бересің ба, бала тусайып, мен бала туды ұмытып кеттім ғой, кстати депші. Солай басталды, сосын осылай алып келдім. И мәселе айтып бір жеңілдедім ғой. Мен ол ситуацияны жібердім, 2 айдан кейін мен аяғым ауыр болды. Мен оғанға дейін қатты жылап, күтіп, әр ай сайын тест жасап, анау жасап, мынау жасап, уайымдап, онымен қоймай күйеуімнің де настроениесін түсіресің. Енді ол настроениесін түсірген емес, енді ол да мысалы ойламай жүрген жоқ қой, бірақ енді ол маған барынша қолдау білдіреді да. Мен енді оны ұдайы бүйтіп, жаңағы мен өзім жүре берейін десем, әйтеу біреу есіме салады да оны ше.
әйтеу біреу жазады или бір туыстардан емес, мысалы туыстардан ең жақсы мен ондай қинаған жоқ ешкім ше. Туыстардан бір что там жаңалық бар ма деген бір аяқ асты, олар енді жаман оймен айтпаған шығар, но все равно неприятно болатын. Сол кездері сөйтіп жүретінмін, как раз соны айттым, жеңілдедім. И жаңағы ситуация болды, аяғым ауыр болып. Ең бастысы қыз келіншектерден маған кері байланыс келді да. Бәрі кәдімгі ютубтан келіп, мен сізді көрмейтінмін. Отрывогы кетіп қалған ғой, таралып. Мен сізді көрмейтін, менің басымда да осындай жағдай 13 жыл болды дейді. Ойлаңызшы, мен 1,5 жылға қайғырып отырмын мысалы, иә. 13 жыл болды осындай жағдай басымда. Менің осындайларым әңгіме айта береді, туыстарым айта береді, қайын жұртым айта береді. Сіз айтқаннан кейін мен жеңілдедім. Мен дәл сіз айтқан нәрсені елге айтып жүрмін. Еще WhatsApp-ыма статусқа қойдым деп қойғандай кәдімгі сөйтіп айтып жатыр да. И мен оны түсіндім, что адамдарға шынымен осындай егер де бір пайдам тиіп жатса, өздерінің енді мысалы көбі өз ойын айтуға қорқады ғой. Мысалы, мен егер де осылай медийный адам болмағанда, мүмкін өз ойымды айтпай мен де отыра беретін бедім, әлі күнге дейін қайғырып деген сияқты ғой. Бірақ сондай кезде бір адамға түрткі болады да, өзінің несі пайда болуына. Шынымен мен неге мен бұған бола нетуім керек? Мен өше айтам ғой, неге әйелдер ғана кінәлі деп айтам да ол жерде. Неге әйелдер ғана кінәлі, неге еркек кінәлі емес, неге Акимат кінәлі емес, мысалы деген сияқты. Жоқ, анағы вот именно ол халық солай ғой кінәлейтін. Соны әйелдігінен соны сөйтіп кете бересіз, андай білмеймін, шынымен просто әйелді кінәлайды, бірдеңе болса әйел осындай бір нәрсе деп сондай тақырыпты алып келіп едім, керісінше бәрі респект ететін, ұлдар да Дидар да айтатын, молодец деп. Содан кейін барып, все дедім, мен уже точно таптым, не туралы айтатынымды деп. Ол және еш жерден жаңағы ойлап табылмайды, сіз айттыңыз ғой, бәрі өтірік емес қой, бәрі рас қой деп. Просто мен определенный ситуацияны аламын да, жан-жақты жазамын, бүйтіп қараймын. Арсен, сен соңғы кездері Фейсбукта отырмай жүрсің, иә? Не болды? Себеп не болды? Себебі Facebook немножко бумерская тема болып кетті. Еще постоянно один бабл. Мне больше Twitter по душе сейчас. Реально там анархия, нестандартные очень посты. Еще там все мнения. В Фейсбуке ты можешь только вот в своем кругу вариться, и ты как будто не знаешь, что там дальше происходит. А в Твиттере все везде вообще беспощадная тема. Оған қоса метаның да акциялары түсіп қалған сияқты қазір. Шаршап. Сейчас все же про акции. Хотя я не знаю, сейчас Маск же этот X видел? Ауыстырып сататын. У тебя уже обновилось? X болып тұр. Некрасиво, да? Андай бір радиоактивные люди ма? Одан бөлек саған бір 18+ сайттан уведомление келіп тұратын сияқты. X.com деп тұрады да. Сосын оған қоса қызық та, есінде ма, ол деген ақшаға сатып жатырды ғой. Галочка деген. Сол тема қызық болды. Адам енді тіркеліп, мысалы 5-6 даже фолловері болмай, ол бірден ала алатын галочканы. И сен оны эксклюзивтігі жоғалтып алған сияқты меніңше. Там же еще любой покупал и мог, например, дезинформацию разную писать, и потом акции больших компаний обваливались, потому что они просто какие-то новости. Вообще разные события, когда влияют на цену акций. У Твиттера акций нет, но тем не менее стоимость Твиттера, мне кажется, учитывая выходки Маска, очень непредсказуемая тема. Что он выкинет, там было с Теслой так, с другими вещами тоже. Поэтому здесь всегда нужны что? Нужна аналитика. Соны білу үшін сіздерге сараптама талдау керек. Оның бәрін сізді Freedom Broker'дан аласыздар. Ол жерде нақты мамандар жұмыс жасайды. Олар сізге жақсы акциялар бойынша мәлімет береді. Сіз сол арқылы таңдай аласыз. Ремарка: это не является инвестиционным советом, а за инвестиционными советами просим Freedom Broker. Әйелді шектеулі туралы айтатын болсақ, мысалы, сіздің отбасыңыз, жолдасыңыздың отбасы сізге, сіздің сынабыңызға қалай қарады? Анау тыйым салынбаған ба, әңгіме айтпаған ба, мысалы? Мынау қыз неге шығады, неге айтады? Сондай болған жоқ па? Үлкен адамдар. Мен ең бірінші бар ғой, почему-то қайын жұртымнан емес, өзімнің жұртымнан қорықтым. Өзім ағаларым не дейді деп, жеті ағам туралы айтып жатқан кезде ше. Жаңағы мен ең бірінші выступлениемде мен айтам, менің жеті ағам, мен өмірім жетілақ историясы, ертегісі сияқты деп. Получается, жеті ағам, жеті лақ деп ше, сөйтіп айтам да. И жаңағы маған қасқыр келеді деп ше. Ана жеті лақ ол қасқырды кіргізбейді деп. Ол қасқыр менің күйеуім. И қазір барлығы
күліп алыңыздар десең или күлетін нәрсе емес па деп отырсаң жоқ солай сөйтіп айтып отырмын ғой. Сосын андай еще енді кішкене грубо болды әрине, бірақ ол әзіл, ол кісілер оны түсінді. Кейін 7 лақтың барлығы бір ешкінің соңынан кетті деп айттым да. Сол кезде мен қатты қорықтым. Ешкі лақ не деп айтады деп, соны қатты өртенгем сол кезде. Менікі бітті қазір, сол выступлениеден кейін маған қазір WhatsApp-тан жазады бәрі деп сөйтсем, ертесіне бәрі салып қойып, молодец деп сөйтіп отқан кезде, ужас. Сіздер осыны осылай жай қабылдай салдыңыз өрсем, мен, конечно, біліп тұрмыз ғой, енді әзілдеп тұрғаныңды деп сөйтеді ғой. Или жоқ па? Сөйтіп мен еще жеңгелеріме айтып жатырмын, ол әзіл болатын деп. Басында енді ең бірінші шыққанда ақталдым да. Қазіргі таңда олар енді білет, кейде асыра сілтеу болады енді историяда. Қазіргі таңда мен ол кісілер туралы айтпаймын, көбіне енді өз өмірім өзіме, ол кісілерден бөлек кеттім деген сияқты. Сол кезде қатты қорқам болдым. Ал қайын жұртымнан керісінше ол кісілерге кейбір кісілер айтқан екен, енді өздерінің таныстары, видимо, осылай шығып жүр екен ғой, осындай тақырыптардан нетіп жатады, кейде Дидарды жамандап жатады енді деп сөйтіп айтады екен, типа неге айтпайсыңдар деген сияқты. Сол кезде жаңағы күйеуімнің мамамыз айтқан екен, ол жастардың өзінің қазіргі сондай бағыты. Мен оған ештеңе айтпаймын, олар өздері біледі, мен оны көрмеймін да, ондай жаңа көрсеңізші деп айтыпты да, типа не айтып жатқанын деген сияқты. Мен оны көрмеймін, ол өздері шектен тыс шықпаса болды, оны күйеуі енді мысалы қасында бар, білет, көріп отыр, егер де күйеуі рұқсат беріп отырса, мен неменеге оны араласам ондай нәрсеге. Өздері жастарға ұнайтын нәрсе болатын болса, жүре берсін, вообще мені алаңдатып отқан жоқ деп сөйтіп айтқан екен. Сол себепті ол кісілерде де қарсылық білдірмеген. Және де андай әзіл деген кезде асыра сілтеп айтасың, бірақ мысалы факт есть факт. Мен күйеуімнің там нәскиі күнде бір нәскиін таппауы деген сияқты нәрсе. Бірақ енді ол жамандау емес, ол сондай нәрсе ғой. Бірақ айтамын, енді ол өтірік емес қой, Дидардың сондай жоғалтып алатын деп. Ол рас дейді, ол барлық адамда кездеседі деген. Ол кісілер жақсы түсінеді. И на самом деле менің бір қандай да бір жаман оймен айтып отпағанымды біледі, сондықтан ешкім қарсылық білдірген жоқ ол жағынан. Кайф. Сондай кайф болды расымен. Отандық мысалы, ресейлік, дүниежүзілік стендапта сіз үшін үлгі бар ма? Типа идол. Примерно қарайтын. Мынандай болғым келеді мысалы, там Луисики болса, или орыстар болса, или біздің қазақтар болса. Менде мысалы ең бірінші стендапты бастаған кезде мен Миссис Мейзел деген не бар, сериал бар, сол кісіні көріп бастаған. Себебі ол кісі маған шынымен жақын болды. Проблемалары барлық енді отбасылық нелер түгелі, өзінің натурасы да, өзінің жаңағы сондай бір жағдайға жеңіл қарап, осылай ұшып қонып, мен өзім табиғатым сондай. Андай жаңағы, ой, саламатсыздар ма, бірдеңе деп сөйтіп жүремін да, барлық нәрсеге бүйтіп деп отырғанды өзім ұнатпаймын. Білмеймін, менің табиғатым сондай, кез келген жерге кіріп кетуге тырысам, кез келген атмосфераны жақсы қылып жүруге тырысам. Кейбіреулер енді шаршап тұрады, андай мындай бір-екі тычкаларымды айтып жүремін де, арға жалғастырып нетіп жүруге тырысам, кішкене күлкілі қылып жүруге. Ол кісі де сондай болды да, маған ұнады, бір көп ситуацияға қатты нетпей жеңіл қарайтынды. Соны бастап көргем. Кейіннен келе мен бәрібір енді Нұрлан Сабыровты айтпасқа болмайды, ол кісі маған ұнайды. Ол кісінің бүкіл жаңағы структурасы, подачасы, өз-өзін ұстауы, даже манерасына дейін мен қатты жақсы көремін. Мен ол кісінің концертіне барғанда жыладым. Өмірімде бірінші, бірақ әлі күнге суретке түсе алмағам. Соны кәдімгідей күйеуіме айтамын, суретке түсе алмадым мен ол кісімен деп. Ал женский стендаптан мен Зоя Яровицаны көрем. Ол кісінің тоже темалары менімен. Сол кісінің кішкене әзілдері менікімен жақсы келеді, келіседі. Енді ол кісіден мен ештеңе алмаймын. Мысалы, кейбіреулер, кстати, айта кетейін осы жерде, кейбіреулер деді, орыстардан жазғанын аудара салып шыға береді дейді да, қайтып аудара салып шыға бересің деген сияқты, мысалы, орысша стендаптан алады да шыға береді деп сөйтеді да. Ол енді егер сәйкес келсе айтыңыз деп айтқым келеді енді осы жерден. Мен ол не үшін? Мен просто оның жаңағы өз-өзін ұстауына, басқа қандай нелерде, қандай деңгейге кетіп қапты. Мысалы, мен қайда жүрмін, мен лағып әлі жүрмін ба, мысалы, ананы ғана, мынаны айтып қана, қаймағын ғана айтып жүрмін ба, әңгіменің деп қараймын да. Мүмкін ол ондай күшті айтып жатқан шығар. Сондай үшін ғана салыстырып қараймын. Енді жақсы көрем, прям енді ұнайды. Жаңағы отандық мүмкін. Кумир деп сол Сабуровты айтам.
айта аламын. Сосын Медет Қалибеков ұнайды маған әзілдері. Медиа досымыз, иә. Өте қатты, өте қатты ұнайды ол кісі. Өзіміз жақтікінен болған үшін емес, ол кісінің просто өте жақсы да. Жоян қоян ұстау олдық, ақырғыда дейтін. Ақырғыда үлкен өскеменде. Бізде Қазақстанда деп ойнамын. Қазақстанда деп. Иә, қазақша әзілдің қызық жері, мен түсіндіре алмадым. Шетелдік әріптестерге де, мысалы сөйлескенде, олар стендап енді мәдениеті кәдімгідей дамыған ғой оларда. Оларда анау Гринджер ма, анау Ирландиядағы бір айлық өздері стендап кәдімгідей не бар. Шотландия емес пе? Шотландияда ма? Шотландия шығар. Шотландия, иә, солардың екеуі Ұлыбританияда вообще. Бір айлық не болады, фестиваль болады. Барлық стендаперлар әлемнен жиналады кәдімгідей. И оның өзінің стилі бар әртүрлі, мысалы. Білмеймін, Стюарт Ли деген адамдар бар, который, кәдімгідей мерзкий шуткалар. Мен үшін бірақ маған өтеді. Похабный ма? Похабный такой, да. Там туалетке барғаннан бастап, бәрін, стиль, соның бәрін сипаттап беретін моменттер де болады. Біреулер бар қыздар мен еркектердің қарым-қатынасын, мүмкін Дэниел Слоус дегендер бар, кәдімгідей стендаптары, ол күлкілі емес. Ол кішкене сені жылатуға дайын. Сондықтан да бізде стендапты тек қана күлкі, атырауша айтқанда жыртылуға, сондай деп ойлайды да, бірақ та негізінде ол жиза ғой, бана сіз айтқан. Және де жақында бір қазақ әзілін сипаттап беретін бір диалог дейсіздің да өзім. Торговый центрге келіп, мен шалбар алуға келдім. Сосын бар примерочная кіріп, енді шалбарын киіп жатсам, мен тұрған дүкен сатушысына басқа сатушы келді, ішіп әңгіме айтады ғой бір-біріне. Кеше не болды? Келді ма құдаларым дейді. Иә, келді. Түнде 12-де шығарып салып, ыдысым жуып жатпаймын ба дейді. Иә. Бір кезде қарным ашады дейді. Барып ана қуырдақты жемеймін ба дейді. Иә. Сосын қуырдақ сол таңға дейін мені жемеймін ба дейді. Дайын. Иә. Бірақ та орысшаға аудара алмай қойдым мен. Этот қуырдақ меня съел деп айтпайсың ғой. Иә, конечно. Мучил деген сөз ғой енді. Иә. Шөлдейсің барып әжісқан арасында. Иә. Вот осы диалог шамамен сипаттап береді. Ол өте күшті. Мысалы сіздерде анау мысалы қазір игра болып жатыр ғой. Енді игра болды оның алдында ТНТ-дағы, иә. Сол оғанға дейін КВН-нің өзінде де мысалы Спартадан барған кезде қандай овация, қандай қошеметпен қарсы алатынын ше. Өйткені олардың казахский юмор это вообще другое деп кәдімгідей нетеді олар ше, қатты бағалайды. Себебі шынымен түсіндіре алмайтын нәрсе, мен де өзімде түсіндіре алмаймын. Соншалықты керемет. Және де мысалы қазір көріп жүрсіздер TikTok-тарда көптеген ноунейм адамдар бар, бірақ болмайтын жаңағыдай осындай бір тычкалармен жүріп жібереді да. И олар всегда солай сөйлейді өмірде де, бірақ өздері мән бермейді. Мысалы біздің ауылда мен кластасым бар, Дидардың бір кластасы бар, өте қатты бар. Анау негізі былай қарасаң енді былайша айтқанда стендапер анау дайын комик негізі. Оны осындай жерге әкеп шығарсаң, анау күшті адам да, бірақ ол өз-өзін андай қатты бағаламайды да, енді мысалы ондай қой біздікі осы жетеді деген сияқты. Ал әдемілігі қазақ тіліндегі әзілдің әдемілігі сондай нәрселермен көрген кезде осындайлар жетіспей тұр ғой бізге деп ше. Кейбіреулер мысалы оңай деп келеді стендапқа, кейбіреулер ақша көргісі келіп келеді, әркім әртүрлі ниетте келеді да, бірақ осындай шынайы әзілдей білетін ешқандай несі жоқ. Мысалы ол кісіде база жоқ, допустим, бір жерден драматургияны оқыған жоқ, бірдеңелерді көреді деп тоже айта алмаймын. Мысалы керісінше біздің өзіміз өз-өзімізге бір не жинау үшін көбірек видеолар қараймыз, стендап қараймыз, айтамыз, бүйтеміз, кім қандай деңгейге кетіп жатыр деген сияқты. Ол ондайды да дамытпайды. Бірақ ол бәрібір сол форме тұрады да всегда. Мен сол кластасым әлі күнге дейін сондай екен. Біз былтыр 10 жылдыққа барған кезде қатты нетіп тастады кәдімгідей ше. Бізге әзілдеп, мен өзім әзілдеп тастады ғой. Мен кәдімгідей ол жерде оны мойындадым. Мен енді ұмытып қалдым қатты күлгеніміз, бірақ енді сонда да сондай адамдардың әзілдерінен көресің қазақи әзіл қайталанбайды, әдемі бір, және де кез келген адамға жай бір әзіл емес, жеткізеді, жай күйін, соны жаңағы жеңіл күлкі деп қарастырады ғой қазір барлығы. Осылай өздері айтады, өздері күледі, өздері өтеді деген сияқты. TikTok-та бармысыз? Иә, бармын. Шығып тұрады. Өйткені мысалы Жомарт жиі айтатын, TikTok как будто арнайы қазақ үшін жасалған, прям вот импровизациясы көп мысалы. Бірнеше дофига диалогтар бар. Пәленбай прям
который потом түсіреді да, дыбысқа түсірмей ма, ауыздан жабырлатып. Иә. Кайф вообще. Өте күшті, ана қателесудің өзі, это ламирание, это ламинирование дейтін. Умиротворение. Вообще андай адамдар және сонысымен білмеймін, қызық әйтеу күшті, андай TikTok кайф. Комплексте ұстамауға да жақсы да, ол TikTok-шы бір жақ комплексовать етпейді. Орныңды біл дей ма? Иә. А то что дейтін. Мысалы сонда андай өте күшті. Мен ана бір нелерді жақсы көремін. TikTok-та сұрақ жауап жасайтындар болады ғой. Бүйтеді ғой, так мен бүгін қандай шай ішем шығарсын дейді да, айналады, сосын бір шай шығады, андай фруктовый шайлар. То мынандай шай ма? Айта осы неме көріне береді. Мақұл, осының дәмін көрейін, маған ақша салыңдаршы, осының дәмін көрейін дейді да, андай ше. Дәмін көру де міндет та біреуге ше. Бірақ приятно, күлкілі, мен соған мысалы ақша салғым келеді. Сондай жіберіп қойып деген сияқты. Бір жағынан TikTok мындай мәселені көтерген сияқты, ол жерде бәрі тренд деп, мысалы, біреудің идеясын ала салады. Байқамайсыз ба? Ой, авторлық нені жойып жібереді да. Иә. Біз жайылып кетеді, сен оған отырсаң да мына әзілді шығарайын деп, структурасын бүйтіп қисынды етіп әдемілеп шығарып берсең де біреу алады да, соны қайталай салады, и сосын айта салады. Бұл тренд. И сосын барып сен оған не деласың? Иә. Ой, байқадым, мен өзім сондайдың құрбанымын деп отырсаң. Жоқ, просто андай ғой. Ең алғаш мен сол вайндар түсіріп бастаған кезде мен дауласатынмын. Неге біздікін алып түсіресіз бұл деген, авторский деп ше. Сол сіз алып түсіре бересіз, сөйтесіз, бүйтесіз. Ол просто бір вайнымды алып түсіргендігін емес, именно менің вайнымды алып түсіре береді. Тура солай түсіре береді. Мен айтамын, хотя бы рұқсат сұрауға болады ғой, айтуға болады ғой деп. Өйткені мен қатты теріліп жазам мен оны, алады біреу түсіре салады, қайталап деген сияқты ғой. Енді ең болмағанда просто жай қазақи, мен оны сатпаймын да, бола ма сізден түсіруге түссе, оның өзі қаншалықты приятно мысалы адамға. Сөйтіп кетіп жатты. Потом мен репортажым бар. Өзім түсіретін, жаңағы айтып жатырмын ғой, мен бір нәрсені басынан аяқ жаттау қабілетім өте жақсы деп. Мысалы, ол репортаждар 1 минутқа жалғаса ма, 1 минуттың ішінде дубльсіз мен жаттап айтып берем. Армағайын, айтпасаң сөздің ата сөйледі. Бұл шаңырақта киімнің ауыстырылып тұру керектігінен бейхабар Дидар есімді жігіт тіршілік етеді. Нақтырақ айтқанда осындай дейтін. Animal Planet деп пе? Жоқ, енді әртүрлі. Ол Animal Planet дейсіз ба? Ол анда диктормын ғой өз жерде. Просто мен жігітімнің нелерін айтамын мысалы. Армағайын бозарып атқан таңменен таласа келген Жансаяның күйеуі Дидар қайдан келді, кіммен келді, не үшін барып келді белгісіз деген сияқты. Сондай андай әртүрлі репортаж стилінде, журналистердің стилінде сондай жазып шығарам ғой. И мен сонымда ол менің уникальный фишкам. Оны алғанда қаншама блогерлер бар, басқалар да бар, тура соны етеді. Бірақ білетін адам бәрібір біледі, Жансаядан қайталап түсіретініңіз не деп жазады да бәрібір. Соған риза болып қаласың хотя бы. Ол жерде авторлық құқығыңды бәрібір қорғай алмайсың. Не деп сен не істеп едің оны деп айтады мысалы. Соншалықты не істеп қойып едің? Түсіргім келді, түсірдім, сөйттім, бүйттім деген сияқты. Сізге мысалы әзілді алатын болсақ, стендап емес, әзілді алатын болсақ, сізде шекара бар ма? Шекара бар деп ойлайсыз ба әзілге? Мысалы, мына тақырыптарға мен әзілге емес едім. Запретный тема ма? Иә, мысалы, өлім туралы, білмеймін, әртүрлі тақырыптар. Мысалы, мен өз басым шекара расымен көрмеймін. Білем, мүмкін мен орынсыз деп ойлаймын, бірақ та шекара көрмеймін мысалы әзілден. Әр әзілдің өзінің көрермені бар, әр әзіл. Қара әзіл дейміз банағы. Иә. Мен бұл тұста сізбен келісем, негізі шекара жоқ, бірақ сол шекарадан жаңағы қалай айтса болады, шекара жоқ болса да ол әзілді жеткізудің өзі оңай емес. Оны жеткізе алатын адам болады, жеткізе алмайтын адам болады. Ертең мен тұрып, осындай неммен, қалпыммен бір қара әзілді айтып жіберетін болсам, маған деген отвращение пайда болады халықта. Өйткені мен ол кісілерге уже көріндім да қандай адам екендігім. Ол кісілер менен басқа нәрсені күтеді. Оны айтатын өзінің адамдар болды. Мысалы бізде Аманжан Махметов танитын шығарсыздар. Ол кісіде вот шекара жоқ. Ол кісі бірақ өте тонк алып келеді, әдемі қылып алып келеді. Мен ол кісіге наоборот тоже шапалақтаймын тиктокта. Сенімділігі масқара. Иә, сенімділігі. Мынаған күлмейсіңдер ма не? Мен онда сендер кетеді деп одан сайын кіріп алып келеді. Вау. Мен ол өте үлкен опыт, и сол себепті ол жеткізе алатын адам жеткізеді, қабылдайтын адам қабылдайды. Бірақ жаңағыдей ғой, аудитория қандай келіп отыр? Мысалы,
сондай нәрсе туралы мысалы мен отбасылық адамдар арасында жаңағыдай мен өзімнің басымнан өтті қаншалықты не екендігі мен мындай жаңа бала тақырыбында өте абайлап әзілдеймін мысалы ше жаңағыдай әзілдеу бір бөлек бірақ кейбіреулердің мысалы ол жанды жері сол себепті оны өте грамотно алып келмесең болмайды шекара негізі жоқ бірақ андай кейбір адамдар өздеріне қойып алғанда мысалы мен почти что қойып тұрмын ғой енді сондай нәрселерді өзіме өйткені ол менің табиғатыма келмейді окей отырған жерде и соны басқа адамдар да сондай жаңағыдай бұл айтпайды екен значит бәрі айтпау керек деген сөз емес егер грамотно жеткізсеңіз пожалуйста оны қабылдайды мысалы мен өзім женский стендап несімен жетісіп жатыр масқара енді пошлость боғауыз бірақ мен бәрібір көремін ғой оны қажет болса көремін и нормально қабылдаймын бірақ одан көргеннен мен жаман болып кеттім деген сөз емес мен бәрібір сол табиғи қалпым қалды мен бір боқтап кеткен жоқпын мен бір сол тақырыптарды сөйлеп еркін бүйтіп жүрген жоқпын өз фильтр болу керек қой адамның керек нәрсесін алады қалғанын қалады деген сияқты бірақ ол жаңағы тек қана өзінің кәсібилігін арттыру мақсатында немесе басқа бір жерлерден әйтеуір демалыс ретінде қарағысы келсе өзі көре беретін бірақ мен шекара бар деп айта алмаймын мысалы ағылшын тілінде мынау факт десе бис десе ол балағат сөздердің қатарына жатпайды ол деноминация сияқты сол қаты естілмейді орысша да кішкене сондай бар бірақ қазақша мынау боғауыз сөз ол енді қаты естіледі ол прям қате бізде детальный просто брат ол еще және өте біз мысалы олар более жұмсақ түрін айтатын сияқты ма біздің құлаққа сондай да а біз максимальнысын айтпасақ күлкілі емес сияқты болып көрінеді сосын былш еткізе салады келіп андай тастай портит атмосфера ол қатты сіз өзіңіз көрсеңіз бар ғой анау екінші келесі шығатын адамға анау кәдімгідей ананы боқтайды ғой неге өйтіп кеттің деп ше ана жерде мен алып шыға алмадым аудитория өлтіріп тастады ғой өлтіріп аналардың бәрі желание жоқ аналар өзі мало того что боғауыз былайынан бір андай монотон оқисың ғой кейбір балалар бар интроверттер сол бірақ бәрібір шығатындар бар андай өз өзін нетіп сондай балалар бар бүйтіп оның өзін ұйықтап кеткен аудиторияны ояту да қиын ше күлдір қанша сен панчтарыңмен айт каждый блогың күлкі ма шутка ма бәрібір нетпейді оянбайтын адам оянбайды біз соңына қарай Аманжан ағаға айтамыз ғой даже қатты күлдіру де жаман ше Аманжан ағаға айтамыз Аманжан аға болды жетеді тоқтаңыз деп кейде арасында бізге шығады сол кезде айтамыз Джо Роган бар ғой Джо Роган соның бастауында қалай What's up freaking bitches дей ма солай басталды подкаст соның қазақшасы аударған шығар білмеймін қуған бірақ қатты естиді по-любому қатты естіледі типа уже сондай вайбы жоқ прям типа подкасттың басында оны айта алмайсың қазақша ол басқа бір система басқа бір жүйе егер мысалы ТНТ-ға немесе Netflix шықсаңыз шығатын болсаңыз ол әрине кішкене басқаша юмор басқаша тақырып өйткені ол қазақтың юморы өтпейтін шығар енді қазақтың келіні деген білмейді ол басқа жағынан өзіңді көрсету керек меніңше сол ойлайсың ба мысалы кімдерді алайық Қытайға келіп жатыр Элли Вонгтарды алайық олар бәрібір өзінің мәдениетінің бір бөлшегін алып келеді бірақ стереотиптер анау ма менің Made in China дегенді қайдан білесіз деген ба Made in China анау жасалғанымды қайдан білесіз екі қабатты болып сахнаға шығып стендап сөйлейді анау соңғы сериал бар Netflixте Грызня дейді биф жыртқан осы соңғы кезде қарамасаңыз мен соны неттім сол стендапер қыз басты рөлде ойнайтын маған айтты коронавирус кезінде кет еліңе деп айтты деген не емес па сол сен ғой кінәлі деген мен мысалы бірақ Арсен ойлаймын сіздің жаңағы келін дегенді білмейді деп жатсыз ғой меніңше вот келін деген білген сендер білмейсіңдер ғой қалай сипаттасам екен деп әкелуге болатын сияқты келін деген сендердің тілдеріңмен айтқан кезде ол мынандай ғой деп өздерінің нелеріне қарай подстраиваться етіп көрсетуге болатын сияқты себебі ол тоже как бы уникальный тақырып апарғанда жақсы ғой әрине бірақ ол басқа жағынан просто көрсету типа түсіндіру бізде мынадай қытайлар мысалы былай істейді негізі бізде Қытайда ақша жақсы көреді негізі қатты жақсы көреді өйткені жаңа жылда да біздің ең үлкен бір ең маңызды тілек бай болсын адам бай болсын бай боласың ба вот примерно такое соны түсіндіріп сол үшін жақсы болады өйткені мынау контекстте кіргізіп
адамдарды. Иә, біздің контекст түсіндіру Қазақстанда біле қоймайды ғой еще әлемде. Иә. Мойындау керек. Соны айтамын да. Бізде мысалы бір бала бар, андай айтады, мен жер үйде тұрамын дейді, танитын шығарсыз, Ақсайдың баласы Ерік деген біздегі. Жер үйде тұрамын, неде жүр ғой деймін, тиктокта отрывогы жүр, бәрі сонымен нетіп жатыр екен, звугына видео түсіреді. Жер үйде тұрамын, жер үй деген латын тілінен аударғанда дофига жұмыс дегенді білдіреді дейді да. Сондай қылып әкеле беріп, мен ойлаймын ол орысша стендапқа жақсы. Өйткені мысалы Спартаның әзілдерін қабылдайды ғой, айтыстарын барлығын көріп жүр ғой, нелер КВН-да, поэтому жақсы қабылдайды сияқты меніңше деп ойлаймын. Мен мысалы апарар едім келін тақырыбын, рахмет деп идеяға деп. Келін қалай болады ағылшынша? Прям келін деген сөзді айту қиын да. Bride деген невеста, а келін ол келіншек, ол негізі ол функция сияқты. Функция? Like daughter-in-law. Окей. Бірақ не сол әңгірейіп отырмын ғой. Анау daughter-in-law деген ол как будто не ғой? Келін ол функция, ал daughter-in-law ол статус емес, ол примерно зандағы қызым ба? Ну типа ол просто отбасында қандай орын бар. Примерно. Робот. Жүрегі бар. Жүрегі бар. Малай дейді ғой. Просто мен қарасам анау бүкіл қазақтың юморы Ресейде ол как будто қазақтың юморы емес. Ол юмор на экспорт сияқты. Олар как будто перерабатывают әзілдердің бәрі орыс тұтынушы үшін бәрі басқаша меніңше. Жеткізу үшін. Сәуле Юсупованың да әзілдері. Ол бірақ Ресейдің несі ғой, азаматы. Сондықтан ол мүмкін біздің контекстте тұрған жоқ. Ол аудан ғой анау. Ресей ауыл болса да ол да ол. Иә, окей. Бәрібір контекст керек. Мысалы, как это, self-harming сияқты, не? Ну, типа көзінің экзотизациясы ма? Мен сондаймын, мен азиатпын, сондай. Типа, азиатпын, төменге қарап көзім сықси болып кеткен дей ма, бір бітімдерін көрген мен. Мен қызық, орысша әзіл дегенде, сен кәдімгідей кері, мысалы артқа шегіліп, мен өз материалдарымды қарасам, орысша. Мен емес сияқтымын. Короче, орысша аудиторияға ұнау үшін жаздым да. Иә, сол жаман, қиын. Мен оның қазақша айтсам, мысалы, эмоциям көбейеді. Себебі оның бәрі өтті да басымнан. Даже қазір қарап отырмын компьютерден, сол кәдімгідей арна ашыппын мен, жомарт стендап деген. Даже менде жоқ. Иә, хотя сіз кәсіби айналысушысыз. Мен ужас қой, мынаны оқысам қазір 16-шы қыркүйек 22-ші жыл дейді. Осыдан бір жыл бұрын, 9 ай бұрын. Короче, мына оқысам, кринж болады қазір мына жерде. Оқыңыз, болады, до конца. Короче, до конца ма? Қалай, монотонно оқиын ба? Қандай подачамен оқиын? Мынандай болды да менде. Сол подача қызық бізге. Қазір. Как будто білесің. Привет, дейсің да? Былай болды да. Астанаға келгеніме бір ай жоқ. Орысша бір-екі сөз білемін, бірақ уже орыс қызбен. Орыс емес, Украин. Орыс қызбен уже әңгіме бастап кеттік. Блин, айтайын ба, айтпайын ба? Айта берсеңізші. Потом порежешь, если что. Айтам да. Уже замутил с русской девушкой, говорю, и у нас был секс. Типа айтам, у нас был секс. Нет, у нас был секс. Это было как в учебниках по истории Казахстана, а именно глава вхождения младшего жуза в состав Российской империи. Осылай алып келдім де, блин, ана жерде залдың бәрі, ана жерде орысында, қазағында өледі да ана жерде. И прям сонымен алып келдім де, мен даяшы болып қалай жұмысқа тұра алмағанда айттым, орыс тілі білмеген үшін. Барлық нелерімді айтып шықтым да, кәдімгідей қиналғанымды. Бірақ орыс тілін үйреніп, әлі нелерін үйреніп жүрдім, мақал мәтелдерді. Сол осындай материалмен кездесіп шыққам. Өте жақсы. Сіз біріншіге олай орысша аударып еще шығып жатсаңыз жақсы ғой ол. Иә. Бізге мына осы Алматыдағы орысша стендапқа шықсаңдар дейді, мынаны жетістіріп алайық деп айтты ғой. Негізінде қазақ тілді адамға оңай сияқты. Оңай, конечно, иә. Ал мысалы Медет аға солай ғой. Медет Калибеков орысша, қазақша, бізге қазақша да келіп жүрді. Қазір біз сіз сағынамыз Медет аға деп жатсың. Иә, ол қазір сценарийға беріліп кетті олар, Нұржан екеуі. Иә. Шықпай жүр кинотеатрдан. Конечно, деп сөйтіп жатсың. Ол кісілердің де, кстати, өте жақсы жазады, маған ұнайды. Иә. Ол кісілер өте мындай почерктар көрініп тұрады вообще. Кімдікі кім екенін, когда сен танисың автор сценаристердің барлығын, тіпті қатты көрініп тұрады. Менмін деп тұрады ғой, бүйтіп тұрады ғой.
мектеп күнінен бастап жаңа айтып жатырмын ғой, менің осындай болмысыма әсер еткен ол менің әкем. Ол кісі кішкентай күнімнен маған әртүрлі жаңа көркем әдебиет оқытты, шығарма жазғызды. Мен өлең шығаратынмын. Кәдімгідей шығарма жазған кезде мен шығармамның соңын мына өлең жолдарымен аяқтағым келеді деп тұрып жазатынмын. Барлық шығармадан. Содан кейін ол кісі маған айтады, әй, осы қызым менің журналистка болады деп. Бұл менің ертең атымды шығарып жүреді, көресіңдер, Жансая Мұратбек қызы деп жүреді деп. Сонда мамам, ой, иә деп. Мамам енді уже 10 бала тапты, уже маған шамасы жоқ баланы оқытатын. Мына ортаңғы балам мені. Иә, осыларға деп, иә. Бірақ анау несінде мен 6 датавой енді зерек болғам. 6 жасымнан мектепке менде сұранғам ғой, барам оқимын деп. Жаңағы менің 7-ші ағам сабақтан келген кезде сумка дәптерін алып, көршінің огородына барып, дәптерін шимайлап жазып келетін. Ол келетін қырғын болады, мынау жазып сапты маған деп. Менде қатты құлшыныс болды оқуға деген. Сосын папам айтатын, әй, осы қызым бір жерді тесіп шығады кәдімгідей деп. Сосын мамам, иә дейді, ол кісі шаршаған бәрімізді оқытып енді. Соны молодец, оқытсын, сөйтсін, бүйтсін деп. Солай оқып жүрдім, и мен кәдімгі журналистикаға түсем деген мотивация болды. Мен дайындалдым, кәдімгі қазақ әдебиетін, қазақ тілін қатты оқыдым. Қазақ тілінде мен өзім бір жерден үтірімді қате жіберсем, орфография жағынан немесе орфоэпия жағынан қате кетсем, қазір енді орысша сөйлеп арасында қосасың ғой, енді ол қазіргі таңда ол нормально, иә. Бірақ сондай бірдеңелерде тіпті таза қазақы сөйлеу керек болатын болса, сондай жерде бір қателік кетсе, мен өзімді қатты сынаймын. Вот осы жерде немене қыл деп отырсың, ырбиып, мына жерді бит неге өстімедің деп өзіме ұрсып, иә, не мына жер, мынаны қосып жазғаның не, осыны бір тексерсең болмады ма деп, ана бит салып жаза салмаймын, никакта үтіріне дейін бүкіл интонация барлығына мән беремін. Мен тіпті бір нәрсені бүйтіп біреуге асығыс жазсам да, монологым жазып жатсам да, міндетті түрде мен солай әдемі жазуға тырысамын, үтір нүктесімен барлығын. И содан андай көз кайфовать етті, жақсы көремін да. Перетақта бар ғой, иә, сізде? Бар. Адамдар жазады ғой, қазіргі жағдайда деп, қазақ сөйлейтін адамдар. Мен енді асыққан кезде мен мойындау керек, енді тез жазылуға нетем, бірақ ал уақытым бар болса арнайы жазуға тырысып жазуға тырысам. Ал енді сөйтіп дайындалып нетіп жүрген кезде мен 14 жазымда, уже 8-ші класста папам қайтыс болды да, мен ана бүкіл мотивациям бәрі өшті. Бүкіл арман, мендегі мақсат журналистикаға түсем деген бәрі қалды. Мен кітап та оқыған жоқпын, мен ештеңе құлшыныс болған жоқ былайша айтқан кезде. Мен уже не істеймін, қайда барам? Мен 8 жыл, 14 жасыма дейін, енді ар жағында 3 жыл қалды, 17 жаста бітіреміз ғой біз бәріміз, мысалы 3 жыл қалды, мен енді кім боламын 3 жылда деп, қай жаққа кетемін, қайда қараймын, мында қараймын ба деген сияқты болды, кішкентай бала ұқсап. И мамам өзің біледі, мен саған ештеңе айта алмаймын, қайда барасың. Бірақ енді сен ондай кезде бір жақсы оқып кетесің деп айта алмаймын. Сабақ үлгерімің қатты төмендеп кетеді ғой ондай жағдайда. Тем более мен еще өлең шығарғам, жаңағы абайсызда әке ана дейтұғын қос қанаттың біреуінен айырылдым деп ше. Ол кезде андай мен қатты сындым. Мен 14 шумақ өлең шығарғам папама сол кезде жылдығын 40 күндік асына сол кезде кісілерге оқығам, олар жылап, мен оларды жылату да мақсатым емес, просто ішімдегіні шығарғым келіп сөйтіп оқыдым да. Содан кейін сабақ үлгерім қатты төмендеп кетті. Қатты төмендеп кеткен соншалық мен отличница болғам, химиядан 3-ке шығам ғой, 3 алам. Содан кейін маған жаңағы нем айтады, мұғалімім, химия мұғалімі, Жансая, сен осылай 3-ке оқып жүргеніңді папаң білсе қуанар ма еді, қалай ойлайсың дейді да, мысалы. Рахманов ағай. Иә. Содан кейін мен тұрамда жоқ дейді. Енді папаңның несі үшін намысқа тырысып оқуға болады ғой, тем более қыз баласың деп ше. Мен жігерлендіріп, қамшылап, сөйтіп айтып жатыр да. Мен андай жылап, кәдімгідей анаған нетіп жетіп отыр да, уже жетерін мен болды, мен тастадым дедім бұны, мен уже мен дальше оқи алмаймын, мен если химия 3 алып отырсам, дальше мен не аламын енді деп. Кетті осы күйіммен деп өзімді жіберіп тастаған болатым. Сол кезде сол айтты, сен папаң саған қатты сенетінін білесің ғой, маған кәдімгідей үміт артып айтып отыратын, өстейтін деп кәдімгідей оянам, есім жинаймын. Датаво химияны жақсы оқып кеткенім соншалық, 5-ке шығу это бер жағы. Ана кісі маған айтады ғой, может сен биология емес химияны таңдайсың дейді да маған. Мен айтам, жоқ, мен болды биология таңдаймын. Но все же мен әдебиетті таңдаған жоқпын, өйткені маған сенетін адам жоқ, ол жоқ кісі. Артынан ай деп мен ал түстім, ал мен бүйтіп кім күтіп отырады бүйтіп деп сөйтіп ойлайтынмын. Кстати, бүгін мен папама 14 жыл болды. Содан бері мен қазір 28 жастамын, и мен мысалы қазір қарасам,
сол кезде бір жақ ойлаймын, дұрыс болды ма, папамның айтқан несімен жүрмей ақ сол биологияны таңдап медқа түсем, медқа түсуімнің өзіне де түсем деген түсе алған жоқпын, бірақ оған түсем деген ойыма себеп болған менің папамның денсаулығына байланысты ол кісі қайтыс болды да, язвадан. Дәрігерлер операция уақытылы жасап үлгермеді, содан кетті. Сосын ойладым, мүмкін мен хотя бы біреудің өмірін құтқаруға нетем деп ше, әсер етем деген сияқты. Сосын солай нетіп едім, медқа балым жетпей тұрды да, содан кейін мейлі не болса болсын, андай, грантқа түсем. Мамама салмақ салмайын, ағаларыма салмақ салмайын деп сөйтіп, бізде қазақтарда не ғой сондай, тем более енді ауылда мүмкін сондай шығар, жағдайға кіру деген сияқты міндеттемейді да біз жақтарда. Мысалы қазір білмеймін, қазіргі поколение қандай ауылдың, бірақ мен мысалы міндеттегім келген жоқ. Мен не жеті ағам тұрып мен оқытпайсыңдар ма не деген андай болған жоқ менде. Мен өз өміріме өзім жауаптымын, оқысам да өзім үшін оқимын деген сияқты ше. Солай бардым, солай тапсырдым, сөйтіп топырақтану және агрохимия мамандығын бітірген адам. Топырақтану? Агрохимияда мамандығы біртүрлі есіме, земледелие. Соны неттім, оқыдым, и оның барлығын жаңағы оқып біткеннен кейін бәрібір мен өзім мамандығым бойынша жұмыс жасағанда жоқпын, оның магистратурасында оқып көрдім. Мүмкін мен университетте ақыры сөйлей білем, адамды өзіме қарата білем, мүмкін мұғалім болады шығарым деп оқып көрдім. Онда неткен жоқпын. Түбінде мен өз орнымды осылай таптым да. Осыдан өзіме табыс әкелдім, бірақ ойлайтын, баяғыдағы Жансая, мен журналистка болам дедім, анау дедім, папамның атын қалай шығарам дедім, мен әкемнің атын шығарам, мен в любом случае деймін да, болмай қалсам да хотя бы үйде отырып канал ашам деймін да, Жабар арнасы деймін да, тупо. Жабар. Оны бар ғой барлығы, ана каналды жабатын канал деп ойлап түсінеді. Жабар арнасы деп, сіз соны жабайын деп атсыз ба? Сіз біреудің несісіз ба, типа проектісіз ба, ойбай құрсын, ондай вообще нем жоқ мен. Ата-анамның проектісі ме дейінші? Конечно, вот міне уникальный деп. И солай шығардым, и қазір бір жерлерде Жансая Мұратбекова деп жүрсе, мен уже айтам, хотя бы мен бала күнімдегі арманымды орындадым, хотя бы телефонда журналисткамын, менің сөзіме барлығы қарап, мен мысалы тұрақты сөз тіркестерін қолданамын ол жерлерде, жаңағы үріп ауызға салғандай деп бәрін айта беремін да, соны түгелі менің папамның үлесі. Кезінде көркем әдебиетті қазақ тілін қатты оқығандығымда менің күйеуім айтады, ана бір сөздерім бар ғой, бір күшті әдеби сөздерім, соларды қош жетіспей тұр дейді да, қайсысы деп, сен мына айтам ба деп, соны соны давай осын жазып, болды мынауың тема, мынаны оқы дейді. И соны сол жерде қараймын да, осы кісінің үлесі ғой, барлық жерде жүрмін ғой, хотя бы телефонда мен диктормын. Біреу айтады, сіз дикторсыз ба, таза журналист, мыналар жұмыстан шығарады ғой, мынау нағыз телеканалға келетін болса деп. Еще мен жаңағы дубльсіз, ешқандай склейкасыз айтам да, басынан бастап 1 минуттық әңгімені. Өзім жазғаннан кейін оны өзім тіпті наизусть біліп тұрам почти что. Мен андай өлең жаттауға дегенде бәрі немді қатты дамытқан адам да папам. И сол қазақ тіліне, әдебиетіне деген махаббатымды ашқан адам. Мен мысалы менің атым Қожаның фильмінде, кітабында ұсынамын. Сол кісінің, Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхат несін ұсынамын. Өте күшті. Мысалы, хотя бы жеңіл көркем әдебиет ретінде айт десе, мен соларды айтатын едім. Сол сияқты Оралхан. Оралхан Бөкей. Ол кісі сіз еще сіз ана нені оқыдыңыз ба деп кетсең арқадай уже да. Жоқ, мен ана кімді айтып жатқаным ғой, Мұхтар Әуезовтың Қараш-Қараш оқиғасы, ол вообще өте база ғой. Солардың барлығына мысалы адамдар мән бермейді. Мен алыстан алып келе жатырмын да. Егер де соны оқыған жағдайда адамда ең бірінші фундамент ол әдемі историяңды жазуға әсер етеді. Ол біріншіден. Екіншіден, көп жаңағы әдеби әңгімелерді, ең болмағанда әңгімелер білсең, біреумен сөйлескенде де, бір нәрсе талқылағанда да тіл байлық қазір бәр жерге керек. Шорқақтап ананы айтып деп бүйтіп тұрған, мысалы, жаңағы өз тілінде сөйлей алмауың, ол енді мысалы әдеби түрде. Егер сен сөйлейтін адам болсаң, солай сөйле. Міндетті түрде барлығы білу қажет емес, бірақ негізі енді мысалы нелерде де көшелерде көрсеңіз, тиктоктарда вопрос-ответ алып жатады ғой. Ананың авторы кім, мынаның авторы кім, Бердібек Сапарбаев деген бір кісіні көрдіңіз ба? Сапарбаев. Менің атым Қожаның авторы кім дегенде Бердібек Сапарбаев деп айтады. Сол кісінің сол кісі деп айтады. Соқпақбаев деп шатасып ше. Сонда мысалы кейбір балалар енді мән бермейді, бірақ оның түгелі жай ғана база. Ол бәрі әліппе.
өте қазіргі өмірдің несімен қараған кезде тіпті ағылшын тіліндегі біздің өткеніміз мектептегі ол всего лишь алфавиты деп айтады ғой. Мысалы қазіргі таңда мүлдем деңгейі басқа. Сол үшін мен ойлаймын, ол оқу қажет. Мен өзім де оқығым келеді. Мен біраз уақыт болды тоқтап қалдым. Қазір хотя бы андайларды оқимын, қазіргі заманауи нелерді қандай қылып жазып жатыр екен, түсінікті тілде жеткізіп жатыр ма екен. Бұрынғы тілдер күрделі ғой, мысалы Шәкәрім Құдайбердіұлы, Махамбет Өтемісұлының өлеңдерін жаттаған кезде мен деген мә деп айтатын, мағынасын түсінбейтінмін сол кезде, бірақ жаттаймын. Кейіннен келе қазір қарасаң өте күрделі, бірақ түсінетін адам оны түсініп алады. Бірақ бәрі түсіне бермейді. Мысалы сіз түсінуіңіз мүмкін, мен түсінуім мүмкін, бірақ жалпылама айтқанда 10 адам түсінбейді. Ал түсінікті тілде кітаптарға қазір енді заманауи өздерінің нелер бар, жаңағы жазушылар бар, сол кісілердің қараймын былай зерттеп. Қалай жазыпты, шынымен доступно ма деген сияқты түсінуге деп. Жақсы жазылатындар да бар. Соларды жай ғана оқимын. Мысалы Перизат Мырзахметтің кітабын оқығанмын мен сол кісінің. Ма? Иә, өмірдің аты М. Соны оқығанмын. Соның барлығын оқыдым. Жалпы просто қараймын да енді өзімнің нелерім не жазып жатыр екен деген сияқты. Ал көркем әдебиетке көп болды көз жүгіртпегелі деп аяқтайды ма соңғы жағын. Жоқ, бірақ оның барлығы адам үшін өте қажет. Мен үшін ол бірден бір источник, көзі, қайнар көзі, бүкіл білімнің, бүкіл сөздің, бүкіл ойдың бәрінің. Мен балаларыма тек қана кітап оқыңдар деп айтар едім, мысалы кейін оқыңдар, мәні менің атым Қожан оқытып, міндетті түрде оқытамын мен ол кітапты. Соны оқыңдар, қалғанын жарайды, көреміз ары қарай деп махаббатын ашқым келеді сол кітаптарға. Сондықтан ол міндетті түрде комиктарға керек кітап оқу. Ол көркем әдебиет дей ма, жоқ ол жаңа шетел әдебиетін қарай ма, жаңағы ауызекі тіл несін барлығын өздері ыңғайлы несін қарай берсін. Бірақ ең бастысы қазір кітап оқу қажет. Мен өзімді салыстырмалы түрде қараймын да, мен сіздердің подкасттарыңызда басқа нелерді қарап жатырмын ғой, қонақтардың барлығын. Өте ақылды адамдар бар ғой, умный, прям мудрый, мысалы кейбір өмірлік көзқарастарына мен таң қаламын да. Даже мен өзім өйтіп ойламайды екенмін. Хотя былай жеткізуінің өзі, мысалы сол әңгімені, теманы, содан кейін қараймын да, Жансай, әлі де оқу керек саған. Әлі де оқу кеш емес. Солай сөз бар ғой, чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю. Шамамен. Мысалы мен только айтам ғой, папам туралы жақсы нәрселерді нетем. Мен бірақ папамның жамандығын ештеңесін көріп өскен жоқпын. Хотя мысалы енді андай ол кісі мағанға дейін балаларға қатал болған шығар мүмкін ше, бірақ ол кісілер айтпайды ғой енді осындай болды, мындай болды деп, баяғыда кезінде қамап тастайтын, бүйтетін, сөйтетін деген бірдеңелерді айтып отырады да. Енді ол кісілер еске алып отыр жай ғана ше. Но мен ешқандай несін көрмеппін. Жаман тұсын. Ол кісі менің көз алдымда только жақсы адам ретінде алған. Бірақ басқалардан естимін өзінің қатарластарына төлін. Сенің папаң деген мықты адам еді ғой. Сөзге осындай еді, жібермейтін, тура әкең болыпсың да қапсың, өлеңмен сөйлеп өзің деп сөйтіп айтып жатады. Түрім шешемдікі деген болды ғой. Мінезім деген сияқты. Папама прям сол жаңағы сөйлегенім, сөз саптауым, өлеңмен сөйлеуім барлығы сол кісіге ұқсатып тастады. Соны онда нормально өмір сүріп жатырмын деген сияқты. Үйіме ұрып қызыма қазір өлең оқимын енді. Мотивация болып кетті ғой маған. Жоқ, шынымен андай қыз балаға тем более әке қатты әсер етеді ғой. Маған енді сол кісі ғана сеніп оқытты ғой. Мамамның енді ол үй тұрмысында уақыты жоқ, мен ол кісіні сөкпеймін. Иә, түсінуге болады. Ол кісі бірақ маған қандай тәрбие берді. Мен кез келген жерде өзімді тоқтап ұстап қалсам, ол менің мамамның тәрбиесі деген сияқты ғой. Мен мысалы көп жерлерде стендап комикпін, Аллаға шүкір, вайнермін, басқа жақтан танып жатқан шығармын, бірақ бір жерлерде мен вайнермін деп көрсеткім келмейді, мен танымас екен деймін. Мен стендапым танымас екен деп бүйтіп отырамын андай ше. Ой, зачем, айтпай-ақ қойыңызшы деп. Мен ала салайын лучше. Мен айтады, сыйлыққа бере салайын деп. Сатып ала салайыншы, пожалуйста. Ондай ненің рахмет құрметіңізге бәріне, ондай нетпей-ақ қойыңызшы. Мен де өзіңіз сияқты адаммын. Бір жерлерде ұрысқан кезде, я вот это все сниму, сейчас покажу бәріне деп, ондай емеспін. Мен тише воды, ниже травы, солай жүргенді ұнатам. Ол өйткені сол мамамның несі ғой, мендегі тәрбиесі, фундаменті барлығы. Сондықтан шығыстың несін, мен бәріне бүйтіп айтам, жаңағы ұлы жүзге найза беріп, жауға қой, орта жүзге қалам беріп, дауға қой, ұлы жүзге, кіші жүзге найза беріп, жауға қой, орта жүзге қалам беріп, дауға қой, ұлы жүзге
мынау қамшы ма? Қамшы беріп малға қой. Иә, міне соны бізге мүмкін орта жүз енді ол бөлінген, мен бөлінгенді де жек көремін. Жаңа найманбыз, анаумыз, мынаумыз деген сияқты. Бірақ мен найманмын дейсің. Бірақ мен найманмын. Өзім болып тұрып. Но жаңағыдей қарасаңыз, сіздер жақтағы нелердің барлығы андай күшті ше. Батыр жаңағы бірдеңе болса жаңағы нетіп тұрады ғой. Махамбет өтеміз ол енді прям сіздер жақтағы батыстағы нелердің түгел кіші жүз ғой, сіздерде көбіне. Сол кіші жүздің адамдардың барлығына мен андай риза болатыным, қайсар прям нетіп тұрады, андай бірдеңе шегінбейді деп сөйтіп. Жоқ, шынымен онда не емес, бірдеңе болса болды, қорықпайды, жақсы да. Бізде шығыста көбіне енді көптеген ақын жазушылар шыққан, оны жақсы білесіз. Кейде біз өткенде ойлап қоямыз, күйеуім екеуміз, бізде мысалы не ауыл шаруашылығы дұрыс дамымаған, не өнеркәсіп өндіріс жоқ бізде, экономика мүлдем жоқ мысалы біздің ауылда. Бірақ біз жақта шығыста имеется в виду бар, енді бір-екі жерлер жақсы, Үржар сияқты жерлер бар, жақсы не беріп жатқан, өнім беріп жатқан жерлер. Бірақ ойлаймын, осындай тұлғалардың, ақын жазушылардың шығып жатуына, кейбір дәстүрлі әншілер бар, айтыскер ақындар бар, білесіз, шығып жатуына, осы біздің просто табиғат әсер еткен сияқты, түгі жоқтығы, фантазия просто, и все. Андай кітаптан оқисың, айтесің, бүйтесің, сондай адамдардың көбірек шығып жатуы. Басқа жақтарда да бар. Бірақ бізде почему-то сондай адамдар көбірек та байқаймын, и ойлаймын, осы түк жоқтығы да бір әсер етті ма деген сияқты. Өйткені бізде ештеңе өспейді, енді жазық дала ғой, топырақтанушы ретінде айтып жатырмын да. Оны да әйтеуір бір жерге кірістіріп отырмын ба. Ал жаңағы ұлы жүздің адамдарының да тоже өте прям барлық жүзді енді бөлінген ғой, бәрібір сыйлаймын, құрметтеймін. Сондай жағына қарап ойлаймын, шынымен әрбір өзінің ортасынан, өзінің аймағынан алатыны, бірақ түптің түбінде келген кезде бір қазақ өзіміз үшін деген нәрсеге бәрі келетін шығар. Сондай бір умный поколение келетін шығар. Умный емес, просто білімді, жай ғана бір-бірімен түсінікпен қарайтын, бір-біріне ақылмен жауап беретін деген сияқты ғой. Басқа ештеңе қаламаймын мен. Айқаныңызды келсін. Әмин деп отырмын. Сондайды өте қатты жақсы көремін. Мен өзім нелерім, достарыма да айтамын, оқыңдаршы деп. Жо, Жансая оқисың ғой, просто мынау стендап ал ондайда деп бүйтіп олар андай шығып отыр, отмазка. Мен айтамын, оқысаңдаршы деп. Өзім оқымайды деймін, бірақ еще. Мен бірақ оқимын. Қосарың бар ма сен? Жоқ шығар. Сіз? Мен ештеңем жоқ, мен андай әсер бар ма? Бүгін бәрін айттым дегендей. Әрине. Бұл менің ең уайымдаған подкастым, шыны керек. Рас па? Иә. Не үшін? Сіздердегі қонақтарды көріп. Окей. Сіздердегі қонақтарды көрдім де форматты өзгертіп жатыр ғой. Өзгертіп жатсыздар, иә, ол өте күшті. Мен оны қатты бағаладым сіздердің солай шақырғандарыңызды, себебі мен ойладым, мен мына жерде енді не айтам деп ойладым да. Мына жердегі тақырыптарды қарадым, жаңағы қоғамдағы ананың рөлі, мынаның рөлі, андай бірдеңе. Сіздер еще соңғы рет жаңағы американдық бір елшісінен сұхбат алған подкаст болған. Деймін, мына жерде не айтам мен деп ойлап отырдым да. Содан кейін енді жарайды, стендап туралы айтарым, басқа бір сұрақтар қойылып қалсақ айтемін деп ойлап. Бірақ мен бүгін вообще күткенімнен де қатты күшті болды. Мен өзім андай нақты бәрін ашылып айтқан, қалай айтсам болады? Комфорт болды. Комфортын айтқан, менің алғашқы подкастым бұл. Мен енді білем, көрем, барған бір андай жерлер, кейбіреулер шықпаған, кейбіреулеріне енді достық, поддержка ретінде барғандарымыз болды. Жарайды, мейлі барайық, иә, конечно, деп қолдап жіберу керек болатын. Өйткені мен өзім басында қолдауға неттім, бірақ мұқтаж болдым, бірақ ешкімнен сұрамаппын. Сөйтіп халықтың өзі алып кетті да, іліп алып кетті. Ал сондай кездерде кішкене қолдап жүруге тырысам, оның қаншалықты қиын екенін білем. Сондай кездерде барын кейбіреулер шыққан жоқ, бірақ қазір қарасам, салыстырмалы түрде менің өзімнің ойымды сыйлай біліп сұрап отырғаның өзі қаншалықты приятно. Ол жерде андай дауласасың ғой, нет деп, ал сіздерде былай просто подача маған қатты күшті болып отыр, шыны керек. Өте күшті подкаст. Мен кешеше бәріне мақтанып отырмын. Бүгін рекламный агентство қыздар жазып отыр. Біз сізге продуктыны жіберуіміз керек, біз ертең реклама сізде осындай десе, мен кетіп бара жатырмын подкастқа дейді. Қандай подкаст дейді? Дөпсөз, соған кетіп бара жатырмын деп. Олар деп біледі, кәдімгідей нетіп отыр. Еще кеше досымыз кәдімгі ең жақын Дидардың досы, күйеуімнің, сол келіп жатыр. Ертең андай бар қайтайық. Мен бармаймын ертең подкаст оламын. Қандай подкаст? Олар уже переживают. Андай мен стендапмен олардан гөрі мені больше шақырады.
жалғыз қыз болғасын. И мен айтамын да, енді көре алмай жатсыңдар ма или что деп. Жоқ, қандай подкаст шақырып жатыр, если андай сұраса барма дейді да, бірдеңе десе деп. Өйткені кейбір жерлер енді реально біртүрлі сұрақтар қойып жатады жаңағыдай. Бір стендабыңызды оқып беріңізші, осыдан бастайық деген сияқты нәрселер жатады. Енді подкаст болмаса да осындай бір бағдарламалар, подкасттар переживать етеді. Мен түсінікімді айтып жатқанмын. Сіз өзіңізді кейде иә сондай деп сезінесіз. Долбоебпін деп санамайсыз. Расымен қойған сол сұрақтан отырып қайтадан айналдырамын, кейбір тыңдаймын ғой ананы. До конца күттім, айтасың ба айтпайсың ба ол сөзді. Жоқ, мен вообще мен оқысын білемін. Иә, сұмдық қой. Мен сондай бірдеңелер болып қалмасын, олар айтып жатыр да жаңағы ноунейм болса пока бармай ақ қой, кішкене оборот алып алсын, сосын барасың деп ше, мүлдем барма демеймін деп. Сөйтіп жатыр да, мен айтамын, дөпсіз келсе, потолок, сен уже дөпсізге кетіп қалғансың. Ну вот пригласили, кетіп баратырмын деп. Давай енді дұрыстап айт дейді, немді айтып жатырмын деп ойлап қоямын, мен не айтып дұрыс айтпаймын деп. Айтады, өз бағасын береді, көріп дұрыс айтыппын ба, дұрыс айтпаппын ба деп. Жақсы сөйледіңіз. Сіз даже сөзіңізді бөле алмадым біз, бөлгім келмеді да. Бұл жақсы байыпты айтып жатсыз да бұл жерде. Рахмет, приятно там. Рахмет. Сізге де рахмет көп, сіздерге де рахмет, қуаныштымын мен де. Күшті. Рахмет. Мен де қуаныштымын. Алып қалыңыздар, ертең көтеріліп кетсем құрсын деп. Мен стендап концертіме келесіздер ма? Қашан болады? Білмеймін ғой енді, жасасам, алла қаласа күз немесе қысқа жоспарлап отырмын, когда барлығы Алматыда болса қолдаймыз, келеміз. Жоқ, Алматыда сіздер боласыздар ма? Жоқ, біз кетеміз, біз Астанада тұрамыз ғой. Жоқ, білемін. Вдруг мен Астанаға кететін шығармын. Келіңіздерші, иә. Мен жұбаймен келемін. Мен сізге жазамын міндетті түрде. Арсен Жомарттың контактісі бар, мен айтамын, сіздер келіңіздер. Ой, біз келеміз, біз шулаймыз. Да, давайте. На екеуі алып тастаңыздар. Все, рахмет. Рахмет. Мен соны андай сіздердің көзқарастарыңызды білгім келіп тұр. И содан кейін стендаптан кейін міндетті түрде мені күтіңіздер, мен сіздерге барамын деп сұраймын. Сіздер маған сыншы болыңыздар. Иә, фидбек керек маған сол сондай.